Жамағат, әгер де шанмасағыз, міне қазір қуып жетем, міне. Яңа көрсеттім бейт. 3 кіші кетіп бара, 2 қыз, 1 егіт. Міне шанмасағыз, туры өлімтәді болып айтсаңыз, мен міне барып жетіп көрсеттірейм аларына. Бәлки тұрып тұрғыз қазір. İhtibар bilan qarağız. Қуып жетіп көрсетмеймін де. Оңайсызланам. Аларға да оңайсыз болай. Қазір жамағат біз бұрылып қайтамыз енді міне тігі. Қайдан жүгірдім мен. Міне айтасы келе топ міне Ғабдулла Тоқай хайкалі янынан ұзып паралар. Анда бір қыз, алар үшеуі. Меңа негедір бұрылып қарады. Шасын мені шоға көрі аларға ихтибар еттім. Бірсі бір қызы қарады. Алар мені қуып жеттілер де, өзіп кеттілер. Мен қарап тұрам. Ол тігі егітінен башылық бар бет. Күн, шуны бір шетінен, күн. Шунар башылықны кигізді тігіне шайартып қыз. Зоңғына егіт бір. Шул егіттің башына. Шунасы қарасам, алар тұтындылар. Кіші үлкенірек болса, мәселе күндашыры, міне ешілер деп. Әлі уақытында шушында мен урамына кетіп барғанда, қуып жеткенім, екінші фатирыма барғанда алдымнан бір егіт шекілі, еш өсмір шекілі қызу кетіп бара. Міне мен күндашып қойғаным, міне еш өсмір, ол подростық енді орысша. Қуып жеткенім, ол бір бабай болды, әлі 80-ға келген, шындай қызу кетіп бара, қолларын шылай сылтап, тірсәклерін. Мен аны бір еш өсмір малай деп ойласам, шул болып шықты. Енді қазір қайтасы келе міне шолшы неге. Бұлар да күннәшірге бұлай ешілер деп мәселен бекі еш енді. Шуны қарамастан ол, алар тігі сақау нәрсе деп айтылар енді. Орысша глухонемойлар деп айтылар бітіндалар немеш. Міне, уақытында мен ана тігі интерклуб КамАЗы, шуның қаршысында бір шул бинада толай тұрақтың бірінші қатында болған аларының не клубы нәрсәмі мен бір қашан шул газетте ішлегенде бар шыққан ем. Алар гіл шуларны мен жазды ма, жоқ ма, қызлар, егітлер гіл шулай бармақта бірсі көрсетіп сөйлешелер. Мен аларының тілін аңламайын, тек бір генә сөз білем, ана сұрау деген мәселен, міне ушын аласығыз да мәселен, шундай бармақны, екінші қолының бармағын, тігі орысша айтмыш, указательный палец деп шуны ушының түбіне кетіріп кигізесіз, шул сұрау деп аталайкен. Анда мен аларының тігі азбукасын нәрсе деп атарған білмедірем. Яри, қайтек түп теміға. Шуны айтасы келе. Міне Ғабдулла Тоқай деп нетіп кеттім мен. Неге ол ихтибар етіп шауып бардым, шанмасылар деп. Көрдіңіз енді анда ихтибар қансы, алар біраз қолларын сілтап нетілер алар. Біздің бұйық шағирыбыз Ғабдулла Тоқай уақытында yazған ғайлада, мен енді аны яттан оқып шығырын айта алмаймын. 4 ел ма не барсы ғайлада де тынышлық, татулық болсын деп, ненде сірді нәрсе керекті. Мәселен де ирді нәрсе де саңғырау болсын де, иштмәсін де, қатын нәрсе әйткәнні де, қатын де соқыр болсын де, ир нәрсе ішлегәнні де. Міне қақта енді сөзлер. Чөнки тұрмышта ызғыш келіп шыға, кішінің тұрмышында мәселен ғайлада қайшандыр сәбәпсіз ол тіге кіші қызу, әлі орыс айта бейт, под горячую руку попал деп. Шуны шекілі мәселен қызу шақта кіші қайта да ғайлеге аны жетекші әзірек қыздыра іштәмі, ауыл енді жетекшіге қоршайтырға қорқып тұра, шул жиналып тұра ол ішінде тіге. Шунасың енді үйге қайтқаш енді мәселен қатыны да үстәсе,
Ал инде теге әйтәләр триггер, спусковой крючок шул хатының бер сүзе мәсәлән. Теге әйтәләр бит, әгәр дә нәрсә инде урысча супруги, булар инде татарча белми инде ирле хатын мәсәлән. Алар өндәшмәсәләр дә бер-берсенә ди, ул аларның әйтә сүзләре бар үзләрендә ди. Если супруги молчат, значит им есть что сказать друг другу, дип берсе шаяртып әйткән инде. Вот, менә шуны әйтәсе килә. Ул теге бөтен дөньяда, Стамбулда, Уральский шәһәрендә җаек дип татарча әйтәләр инде. Хатта Мәскәүдә дә, тагы кайсы күп шәһәрләрдә, илләрдә, Ташкентта да минемчә бар. Габдулла Тукайга һәйкәлләр куйганнар. Аны кайсы мәсәлән тәнкыйтьчеләр, ягъни әдәби тәнкыйтьчеләр, критиклар язган имеш, менә үзен яшенә карамастан, ул ди, ни ди, бик шундый акыллы кеше дип, инде мудрый дип нәрсә дип атарга инде. Менә өрә бу. Менә бу кара, өрә. Әйе, Габдулла Тукайга миңа өрәмәлләр. Вот, шуны әйтәсе килә. Бигрәк тә инде менә ничек инде 27 яшь тулмаган, шундый акыллы нәрсәләр язгач инде ул акыллы шигырьләр, инде акыллы шигырь юллар, акыллы фикерләр. Ул беләсезме? Мәсәлән, инде Лермонтовны алса да, ул да бит Лермонтовны укыган да вакытында кызыксынган. Ул вакытта гаҗәеп, мәсәлән, татар телен белгән халык безнең, урыс телен белмәгән. Габдулла Тукай инде борчылып, шул ник менә татарлар үз телендә генә белә, урыс телен белми, алар имеш. Менә мин мәсәлән Байронны да урыс теле аркылы укыдым, мәсәлән шигырьләрен дип, мәсәлән Пушкинны да укыдым, Лермонтовны хатта укыдым. Нәрсә небе вечности сияй, негасимые созвездия, Пушкин, Лермонтов, Тукай дип. Аны мине бергә укыган курста урыс малае укыды да, үрти имеш, менә үзендә ул имеш ни ди, урысча әйтмешли әйтәм иде, нескромный дим, алар имеш үзен шунда кертеп куйган. Мин инде аны урысча ул тәрҗемә бит, мин аны укып караган, ул анда да язган мәсәлән, безнең шагыйрьләр тәрҗемә иткән булалар үзенә карса инде, алар әдәби тәрҗемә. Мондый тәрҗемә тотсаң, аны тапсаң, ул баранда, ул ди, мин ай ди менә мәсәлән, ай, тулы ай, ничектер менә кояшның нурын бит яңадан нитә сибеп тора бит, урысча әйтмәсә, отражает. Шун шикелле мин аларның нинең иҗадын шулай итеп шундый эшләп ятам инде, отражая их поэзия шул дип аңлаттырган. Мин ди шулай, мин ди ай ди, алар ди кояш дип шулай дигән. Аны инде ничектер нескромный дип, шуңа күрә миңа урыс малай бәйлә инде ул минемчә. Булай да инде кайсы вакытта теге чит ил вәкилләре инде тырышалар инде теге тырнак астынан пешерә хәзләргә, әйтәләр бит, дусың башыңа карый, душман аягыңа карый. Шуңа күрә инде тырышканнар инде кайсылары яратмыйчы теге менә шулай ул имеш сезнең Тукайыгыз имеш алганда имеш шулай дип әйткән дип үзенди. Ничек инде менә ашыкмасам мин, вакыт күбрәк булса, аны әйтерим ул сүзне урысча шул скромность, татарча инде ничектер инде ни. Тик шул теге кеше ашыкканда, ашыккан ашка баткан ди, шуннан теге шайтан куган ди. Шуңа күрә ашыкканда ул башына килми шул сүзне. Ул сүз башта йөри, менә шул ашыкканда искә килми шул сүз. Әйтәсе килә, шундый инде, шундый гына ипле юк инде, скромный, урысча әйтик инде, яри хәерлегә булсын. Инде тамамлап әйтәсе килә, менә алар хатын кыз, ана кыз китте, ул өйләнсә, ул бит акырынмый, бакырынмый, тап Габдулла Тукай әйткәнчә була инде ул мәсәлән, хатын кыз ни телсез, анарга кычкырмый инде ул мәсәлән, сукыр дип әйткән, берсе телсез инде, ачуланмаслар инде, мин аны гаепләп нитмим, көлмим, тик булай әйтәсе килә инде, Габдулла Тукайны искә төшердем дә, шуларны күрүгә. Яри, ачуланмасагыз, исән сау булыгыз, игътибарыгыз өчен рәхмәт.